Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгінгі бейне сабағымыздың тақырыбы сөйлеу мәдениеті және сөздік қорды көбейту. Ең бірінші, әдемі сөйлеу бұл тек қана телевизия саласында, немесе радиода жұмыс жасайтын, немесе сахнада өнер көрсететін жандарға ғана қажет емес. Әдемі сөйлеу бұл барлықтарымызға керек. Өйткені біз күнделікті өмірде балаларымызбен, ата-анамызбен, әріптестерімізбен, белгілі бір іскерлік қарым-қатынаста әртүрлі қызмет саласындағы жандармен кездесеміз. Сондай сәттерде әдемі сөйлеу ең бірінші басқа адамдардың назарын ерекше аудартады. Әдемі сөйлеу бұл басқа адамның құлағына жағымды естіледі. Біз әдемі сөйлеу арқылы ойымызды нақты жеткізе алу арқылы өзімізден құнды ақпараттарды өзгелерге бере аламыз, және сондай керемет мәліметтерді біз өзгелерден тез арада алатын боламыз. Сондықтан бұл әдемі сөйлеу ең бірінші адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатуға қажет. Сіз жақсы сөйлейтін болсаңыз, көркем сөйлейтін болсаңыз, сөздік қорға бай болсаңыз, әдемі сөйлейтін болсаңыз, көпшіліктің алдына шыққанда қобалжып қысылмайтын дәрежеде болсаңыз, сізге сұраныс көп болады. Үнемі өз ортаңызда белгілі бір беделге ие боласыз, және қызмет бабында да көтерілуге үлкен мүмкіндік бар. Сондықтан ең бірінші әдемі сөйлеу үшін сөздік қорымыз кең болу керек. Ол үшін не істейміз? Әдеби кітаптарды көбірек оқимыз. Шынында да әдеби кітаптарды қарап отырсаңыздар, оның ішінде тілсіз, жансыз жатқан табиғатты суреттеу арқылы оларға жан бітіріп, тіпті сол табиғаттың кейбір тылсым күштерін адамның мінезімен байланыстырып, әдеби кітаптарда көбірек жазылады. Және кез келген уақытта сіз сөйлердің алдында, тіпті мінберге шығып баяндама оқырдың алдында ең бірінші сөзіңізді қанатты сөздерден немесе мақал мәтелдермен бастаңыз. Сол кезде сіз отырған халықтың назарын өзіңізге ерекше аударасыз. Мысалы, мен осы тұста айтар едім: білгенім 9, білмегенім 99. Адам басы тал бесіктен жер бесікке тигенге дейін білім алу керек деп бастайтын болсам, яғни халықтың назарын мен ең бірінші өзіме аудара аламын. Осындай қанатты сөздерді, мақал мәтелдерді жиі қолданыңыз. Әрине, бірақ тақырыпқа сай қолданып отырған жөн. Екіншіден, қобалжу, көпшіліктің алдына шыққанда қорқу, дірілдеу сияқты қасиеттерден арылу үшін әрине адамға 100% дайындық керек. Сіздің мінберге шығып баяндама оқитын күніңіз белгілі болғаннан бастап, сіз үйде сол дайындықты бастап кетуіңіз керек. Алғашқы қадамдарын жасауыңыз керек. Яғни арнайы ақпараттарды жинақтап, сол бойынша өзіңізді үнемі осындай видеоға түсіріп, қайта-қайта сол дайындалып, сол сөздерге қарай дағдылану керек. Яғни кез келген баяндама сәтті шығу үшін ең бірінші 100% болмағанда 80% дайындық керек. Екіншіден, сіз мінберге шығып сөйлердің алдында сол аудиторияға 15-20 минут бұрын ерте келуіңіз қажет. Өйткені сол жерге келу арқылы өзіңіздің бойыңыздағы үрейіңізді жеңе аласыз. Және арнайы спорттық жаттығуларды жасап, адамның бойындағы адреналин, яғни қан айналу процесі жүреді ғой. Адам қорқып кеткен кезде, мысалы, белгілі бір адреналин пайда болады адамның бойында. Мінекей соның барын жеңу үшін арнайы жаттығулар жасау керек. Енді сіздің мінберге шығып сөйлегендегі баяндамаңыз 100% сәтті болу үшін, оның ішінде 7% ақпаратқа тән болатын болса, 38% адамның даусына байланысты. Яғни әдемі дауыспен сөйлеген адам қай уақытта көпшіліктің сұранысына ие болады. Ал дауысты әдемілеу үшін не істеу керек? Ол үшін арнайы артикуляциялық жаттығуларды жасау керек. Артикуляциялық жаттығулар қазір енді барлығына қол жетімді. Мынау YouTube каналдарын қарасаңыз, соның ішінде тілге, тіске, жаққа, ерінге, мұрынға арналған арнайы жаттығулар бар. Сол жаттығуларды 21 күн бойы немесе 1 ай бойы жасап жүрсеңіз, сіздің дауысыңыз белгілі бір қалыпқа енеді. Екіншіден, жаңылтпаштар. 1-2 жаңылтпашты жаттап алып, үнемі сөйлердің алдында сол жаңылтпаштармен жаттығатын болсаңыз, сіздің дауысыңыз, яғни дикцияңыз қалыпқа келіп, әдемі сөйлеу деңгейіне дейін сізді жеткізетін болады. Сондықтан да сөздік қорды көбейту үшін тағы да қайталап өтем. Ең бірінші әдеби кітаптарды оқыған жөн. Екіншіден, мақал мәтелдерді, қанатты сөздерді тақырыпқа сай қолданған жөн. Үшінші,
Дауысты әдемілеу үшін артикуляциялы жаттығуларды, жаңылтпаштарды үнемі оқып, жаттығу қажет. Мінекей осы қасиеттердің барлығын үнемі сіз қолданып жүретін болсаңыз, сөйлеу мәдениетіңіз де жақсарады және сөздік қорыңыз да көбейетін болады. Назарларыңызға рахмет.